أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті шәкірттер, құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, Алланың қалауыменен бүгін 12-ші сабағымызды бастайын деп отырмыз. Алдыңғы 11-ші сабақта біз тәжвид тақырыбын бастаған едік. Соның ішінде идғам, ихлап тақырыптарына кеңірек тоқталдық, және оқып жаттығулар айттық. Сол ішінде тағы да сіздерге үй тапсырмасын берген болатын. Соны орындады деп сенемін иншалла. Енді бүгін тәжвид тақырыбы қайтадан жалғасады. Соның кешегі 2 тақырыбын өткен болсақ, бүгін қалған 2 тақырыбын өтеміз. Яғни изхар, ихфа тақырыбын кеңірек ашатын боламыз иншалла бүгін. Бүгін біз сіздерге сабақты бастамастырын бір тағы да еске бір түсіріп кетейік. Біздің тақырыбымыз осы ереже бойынша отыр. Қандай? Сукунды нун және тәнуин, осы екеуі. Осы сукунунун және тәнінен кейін 28 әріптің бірі келетін болса, қаншаға бөлініп кетеді? 4-ке бөлініп кетеді дегенбіз. Идғам, ихлап, исхар, ихфа. Яғни 4-ке бөлініп кетеді. Сол ережелердің ішінде идғам мен ихлапты өттік, Аллаға шүкір. Енді бүгін Алла қаласа исхар мен ихфаны өтеміз. Бүгін жаңа сабақты бастамастан бір нәрсе түсіндірейінші мен сіздерге. Сукунунун ол түсінікті нәрсе. Сукунунун енді жағдайға байланысты түсінікті. Сукунунун келсе, одан кейінгі әріпке кіріп кетеді, немесе мимге айналып кетеді деп ережесін өттік. Осы жерде тәнуиннің қандай ережесі бар деген кезде бір кішкене сұрақ туындауы мүмкін. Осын біз алдыңғы тақырыптан естіген едік, өткен едік, мынаның ішінде не бар? Одан кейін мынаның ішінде не бар? Алдыңғы тақырыптарда өткен біз, естеріңізде болса. Міне, көрдіңіз ба? Мынаның ішінде не бар екен? Сукунунун бар екен. Мынаның ішінде де сукунунун бар екен. Мынаның ішінде де сукундунун бар екен. Демек, біздің тақырыбымыздың өтіп жатқан нәрсеміздің барлығы неге қатысты екен демек? Сукунды нунға қатысты екен. Демек, мынаның ішіндегі сукунды нуны келесі әріпке өтіп кетеді деген сөз. Мынаның ішіндегі сукунды нуны келесі әріпке өткен мимге айналып кетеді деген сияқты. Қазір алдағы тақырыпта да осылар жақсылап түсініп алсаңыз, иншалла, мынаның ішінде сукунунун бар деп ашық айтасыз. Мынау сукунунун nerede өз алдына бар болған болса, мынаның ішінде жасырын сукунунун бар деп айтасыз. Енді бүгін жаңа тақырыбымыз, кешегі тақырыптың жалғасы ғой, бірақ сонда да бүгінгі сабақтың басы ретінде исхар тақырыбын, қандай әріптер еді? Алиф, ха, ха, айн, ғайн. Осы 6 әріп исхар әріптері. Исхар деген ашық оқу, яғни сукунунун және тәнуиннен кейін осы 6 әріп біреу келетін болса, сукунунун тәнуин ашық оқылады. Енді ихфа. Та, фа, джим, дәл, зәл, зә, син, шин, сад, дад, та, за, фа, қаф, кәф. Осы әріптер. Осы исхарға мысал келтіреміз қазір, ихфаға мысал келтіріп, жеге-жеге тоқталамыз, иншалла. Ал, бисмилла, бауырлар, исхар дегеніміз ашық оқу, яғни, мына жерде қараңыз. Ереже бойынша не келді? Сукунун біздің ережемізде бар, келді. Одан кейін не? Алиф бар. Осы сукунуннан кейін алифтің бірі келді ма? Исхар болады. Яғни сукунунун ашық оқылады. Сукунун не істейді? Ашық оқылады. Мән әмәні. Мән әмәні. Мән әмәні. Нун ашық оқылды. Енді мына жерде тәнуиннің біреуі келді. Үн деген келді. Одан кейін айн әрпі келді. Көрдіңіз ба? Айн әрпі. Екеу кездесті ма? Үн мен айн кездесті ма? Мына әріп ол қатысы жоқ. Бізге мына тәнуин керек. Үннен кейін айн кездесті ма, ереже исхар болады. Ашық оқылады. Сауаун алейхим. Үн алейхим. Сауаун алейхим. Не істелініп жатыр? Тәнуин ашық оқылып жатыр. Мына жерде де сукунунун келді. Одан кейін исхар әрпінің біреуі келді. Мин хауфин. Мин хауфин. Ашық оқылады. Мына жерде де сукунунун келді. Одан кейін исхар әрбі келді. Уән хар. Ашық оқылады. Бұл исхар тақырыбы қатты қиын емес, иншалла. Осы сукунунun және тәнуиннен кейін исхар әрбі біреу келді ма, сукунун мен тәнуинді ашық оқисыз. Ал, иншалла, бисмилла, бастадық. Исхар тақырыбын, иншалла, кеңінен түсіндік деп ойлаймын. Ол қатты қиын емес. Енді ихфа жасырын оқылады. Сукунунun және тәнуиннен кейін осы 15 әріп біреу келетін болса, жасырын оқылады. Енді осыларға бір азғантай мысал келтіріп көрейік. Ал, бисмилла, сукунунун келді ма? Келді. Сукунунун ережемізде бар. Одан кейін шин. Шин бар мына. Шин тұр. Яғни осы жерде ережесі не болады? Ихфа болады. Мына сукунунунды жасырамыз. Мин шәрри. Мин нердегі ғұнна бар ғой, сонымен жасырамыз. Мин шәрри.
Көрдіңіз ба? Мин деген нәрсе анық оқылмайды да. Мин шәрри. Бөлінбей оқылады сосын. Мин шәрри деп бөлініп оқылмау керек еш уақытта. Ол қате болады. Қатты қате ол. Одан үйтіп оқымаңыздар. Мин шәрри. Енді екіншісі. Я? Нерде? Ән келді. Одан кейін зәл әрпі келді. Зәл. Әннен кейін сүкуннан және тәнвиннен кейін зәл әрпі келсе, міне зәл әрпі бар. Зәл әрпі келді ма? Жасырынады. Әнді жасырамыз. Нәран зәті. Ран деп оқылмайды. Ран зәті. Ран зәті. Ран зәті. Нәран зәті. Арғарай. Сүкуннан келді. Одан кейін жим әрпі келді. Нерде жим әрпі бар мұны? Мин деп оқылмайды. Мин жуин. Мин жуин. Көрдіңіз бе? Ары қарай сүкуннан келді. Одан кейін сат әрпі келді. Мұны сат әрпі нерде? Мұны бар. Одан кейін кетті. Ан салатихим. Ан деп оқылмайды. Ан салатихим. Ыңға жақын дыбыс. Ың деген дыбысқа жақын. Ан салатихим. Одан кейінгісі. Сүкуннан келді. Син. Син не жерде бар мұны? Син әрпі бар. Мин сиджилин. Мин сиджилин. Көрдіңіз бе? Ары қарай сүкуннан келді. Зәл әрпі. Қайттан зәл әрпіне мысал тағы да келтірдік. Мән деп оқылмайды. Мән зәлләзи. Мән зәлләзи. Міне бауырлар. Мен әдейі осы жерде 6 мысал келтірдім. Енді 5 бір әріп 2 рет қайталанды. 5-еуінен 5 әріпке мысал келтірдік қой. Енді осылардың орнына кез келген әріпті қойып кете бересіздер. Яғни осы жерде сүкуннан және тәнвиннен кейін осы 15 әріптің біреуі келді ма, ихфа қылып оқып кете бересіз ереже бойынша. Құранда осылар кездеседі көп, иншалла. Осыны көбірек жаттығу жасаңыздар, иншалла. Ал бисмилла, бауырлар, тәжвид тақырыбын кішкене кеңінен тоқталдық. 4-ке бөлінеді дедік. Идғам, исхар, ихфа, иқлаб. Осыларды егжей-тегжейлі иншалла қолымыздан келгенше алдыңғы дәрісте де, бүгінгі дәрісте де кеңінен тоқталдық иншалла. Енді алдыңғы сабақта да дұғалар жаттыққанбыз. Намазда оқылатын дұғаларды жаттыққанбыз. Сәна дұғасы және тәсбих дұғалары, солардың барлығын жаттыққанбыз. Енді бүгін де дәл солай дұғаларды жаттыққанбыз. Тәжвидсіз, яғни дұғалар. Құранға дайындық жасай беру керек. Тіл, көз барлығы үйрене беру керек иншалла. Осы қазір дұғаға ілесіп иншалла қайталап отырыңыздар. Ал бисмилла бауырлар, дұғаларға жаттығу жасайық. Кеттік онда. Әт-тәхияту. Осы жерде тәмен ненің, яйдың несі шәддәсін білдірту керек. Тәмен яның. Әт-тәхияту. Әт-тәхияту. Лиллахи. Вассалавату. Вассалавату. Бум-бумға. Вассалавату. Ваттайибат. Осы жерде яның кәсірасы білінбей қалады көп бауырларда. Кәсірасын білдірту керек. Ваттайи. Ваттайибат. Ваттайибат. Сөйлем аяқталған кезде не болады? Сүкін болады және білдіртеміз оны. Ары қарай. Әссәләму алейка. Алейка. Әйюхәнна деп нунға аттап кетеміз. Әйюхәнна бию. Осы жерде нунның да, яның да барлығын шәддаларын білдірту керек. Әйюхәнна бию. Әйюхәнна бию. Хәнна деп соз жүрмеңіздер. Әйюхәнна бию. Бию. Ва рахматуллахи. Жуан болады. Ва баракатух. Ва бара. Ва бара. Ва баракатух. Сүкін болады. Ассаламу алейна. Алейна. Ва аля ибадиллахи салихин. Ары қарай қайтадан. Ибадиллахи
салихин. Мына жердегі созылатын жерлері бар, аттап кететін жерлері бар, барлығын не істеу керек? Қосып айту керек біз. Созатын жерін созып, қосатын жерін қосып, иншалла. Қайтадан бір. Ибадиллахис салихин. Соңында біліну керек. Ары қарай. Әшхәду әллә. Ән-лә деп айту тілге ауыр болған үшін кіреміз. Әшхәду әллә иләхә иллаллаху. Вәәш емес. Вәәш әлифті білдірту керек осы жерде. Вәәшхәду әнна Мұхаммадан алдыңғы тақырыпта да біз айтқанбыз. Нун мен мимнің шаддасы не істелінеді? Ұзақ ұсталады. Мұхаммадан абдуху ва расулух. Хә әрпі біліну керек соңындағы. Арғай жалғастырамыз. Бисмилlah. Аллахумма. Алла деген сөз не болады? Алдында фатха келген үшін жуан оқылады. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля. Шляпсы бар, ұзақ созылады. Ва аля али ва аля али Мухаммад. Қалқалы болады, сүкін болады, сүкін сөздің соңы болған үшін. Кәмә саллайта аля Ибрахима. Қалқалы болады. Ибрахима ва аля али. Буын-буынға бөліз. Ибрахим. Созылып барып мимға сүкін қоямыз. Ибрахим. Иннака хамидун. Мәжид. Ары қарай. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Енді осы жерде қараңыз бауырлар. Нерде үн келді дұрыс па? Нерде мим келді? Алдыңғы тақырыпта өттік. Үннен кейін не келеді? Мим келсе, идғам болады. Енді ереже бойынша кішкене мағлұмат ретінде айтып жатырмын. Бірақ дұғаларға тәжвид қатты не емес, қажет емес иншалла. Ал жалғастырамыз. Бисмилlah. Раббана атина фид дунья. Не жерде фид деп дұға не істейміз? Кіріп кетеміз. Фид дунья хасанатан ва фил. Кіріп кетеміз. Ва фил ахирати. Біліну керек. Ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Ары қарай. Рыға сүкін қоямыз. Раббана ғайн әрбі біліну керек. Раббана фирли вали валидайя валил му'минина. Не жерде уаудың үстінде хамза тұр. Сол хамзаның сүкінін білдіру керек. Валил му'минина яума яқумул хисаб бирахматика я архамар рахимин. Бауырлар, дұғалармен жаттығу жасадық иншалла. Осыны ең көбі 100 рет, ең кемі
30 рет қайталаңыздар. Негізі көп қайталаған жақсы, өйткені кім көп қайталайды, иншалла Құранда көп қиналмайтын болады. Осы жаттығуларды көп жасап жүріңіздер. Ал, бауырлар, бисмилла. Бүгін исхар, ихфа тақырыптарын кеңінен айттық иншалла сіздерге. Соның ішінде ережелерін, мысалдарын барлығын айттық, және дұғалар жаттықтық. Соның ішінде енді біз не береміз? Үй тапсырма. Кәдімгідей өзіміздің қалыптағы ережемізге сай үй тапсырма. Яғни бірінші тапсырмамыз исхарды толық жаттау. Оның исхардың әріптері қанша, қалай оқылады, соның бәрін. Және осының ішінде тағы бір тапсырма берем, ауызша. Құраннан исхарға байланысты 20 сөз табастыр. Исхарға байланысты 20 сөз табастыр. Дәптерге жазып, үй тапсырмасы ретінде орындайсыздар. Құраннан іздейсіздер иншалла. Және екінші тапсырма, ихфаны толық жаттайсыздар. Қанша әрібі бар, 15 әрібі барын жаттайсыздар. Және мысалдарын бәрін жаттайсыздар. Және Құраннан ихфаға 30 сөз табасыздар. Ихфаға 30 сөз табасыз, 30 сөзді жазасыз. Үй тапсырмасы ретінде орындайсыз. Шарт бұны. Одан кейін үшінші дұғаларды жаттығасыз. Біз сіздерге жаттығу жасағанбыз. Осы дұғаларды қатесіз, біз үйреткен бойынша жаттайсыз, жаттығасыз. Кемі 30, ең ұзағы 100 рет. Және оларды жаттайсыз, жаттығасыз және жаттайсыз иншалла. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.